Сонымен спортшылар сақадай сай. Алғашқы раунд. Әзірше Иван Ермоленко жақсы араға шықты. Қарсыласты ұстауда. Өзіне жақындатпайды. Өзіне оңтайлы, ыңғайлы араға шықтықта жұдырықтасуда. Қазір Әлібек Тәліпбайға барынша ара қашықты қысқартып барып соққы дартқан тиімдірек. Мінекей алдың қолмен құлаштай секіріп барып хук соққысын дартқан еді, бірақ қорғанысқа тиді. Тамаша, тағы да сол соққы. Бірақ бұл соққының бәрін Иван Ермоленко көріп тұр. Сериал соққысы Ермоленконың. Мінекей джебті қалай жақсы қолданады қазір, қолданып жатыр Ермоленко. Тамаша, қараңыздар. Әлібек Тәліпбайдың оң қолмен жасаған оверхенд соққысы қарсыласқа сәл ғана жетпей қалды. Дөп тиюіне дегенмен дартты бұл соққысын. Ермоленко бірнеше сериал соққымен жауап қатуға тырысып жатыр. Мінекей тағы да сол артқы қолмен құлаштай ұрған соққысы. Тәліпбайдың. Левый. Левый. Аперкот, тамаша. Қазір Иван Ермоленко қарсыласқа қарағанда жылдамырақ екен байқап отырмыз. Дер кезінде Тәліпбайдың соққыларынан сытылып қашып шығып кетіп жатыр. Нәтижесінде тамаша, мінекей 1-2 сериал соққысы, аперкот. Кезекті сол 1-2 сериал соққысы, тамаша соққы алмасу. Әлібек Тәліпбай қазір аздап тынысы тарыла бастағандай бұл жерде. Қимыл қозғалысы ауырлай бастады. Ал Ермоленко мінекей әр соққысын қарсыласының көріп тұр және дер кезінде өткізіп жіберіп жатыр. Тамаша, мінекей сол қолмен жасаған хук соққысы қарсыласқа дөп тиді. Бірден сериал соққы Ермоленко қазір. Расында бокстың аты бокс. Бірден аперкот, тамаша. Соңғы секундтар. Құлаштай ұрған соққысы. Әлібек Тәліпбайдың дегенмен қарсыласқа доп тигізе алған жоқ. Тамаша. Артқы қолмен аперкот және алдың қолмен тағы бір соққысын жақсы дарталды. Бұл жерде Иван Ермоленко. Бір ғана соққымен шектелмейді. Алматылық боксшы сериал соққымен жұмыс істеуде барынша. Сонымен өте тартысты өткен алғашқы раунд. Аздаған басымдылық Иван Ермоленконың еншісінде болды десек қателеспеген шығармыз. Қазір тиісті нұсқаулықты алуда. Әлібек Тәліпбайға қазір бұрышындағы бапкерлер бір соққыға назар аударма, сериал соққымен жұмыс істе дегендей ақыл кеңесін айтуда. Мінекей жекпе-жектің жарқын сәттері назарларыңызда. Сонымен екінші раунд. Итак, друзья, второй раунд поединка Әлібек Тәліпбай, Иван Ермоленко. Вот такая битва. Ну, я думаю, вы сейчас сами все видите, насколько разные такие технические параметры у двух спортсменов. И по габаритам это весовая категория свыше 90 килограммов и 700 граммов. Супер тяжелый вес. Әлібек Тәліпбай у нас, так же как и Ермоленко, дебютирует в профессионалах обоим. Ну, плюс-минус ровесниками являются. Әлібеку 21 год, 20. Более того, Әлібек имеет хорошее выступление в тайском боксе. Здорово
сейчас Ермоленко заряжает в ближней дистанции. Посмотрите, как попадает. Хорошо. Алибек здесь прямо перестает обороняться. Ну, пока Талибай даже не пытается атаковать, все больше атакующим мы видим Ивана Ермоленко. Хороший раунд луковой. В целом этот бой у нас рассчитан на 4 раунда. Хорошая часть серия в исполнении Ивана Ермоленко. Достигает его удара цели. В углу зажимает Ермоленко. Последние секунды второго раунда у нас пошли. Рефери очень внимательно наблюдает за происходящим, в целом за состоянием Алибека. Да, и на последних секундах счет поединки открывает. Вполне возможно, что бой может и остановить рефери. Видно по состоянию Алибека, насколько он готов бой продолжить. Ну да. На этом второй раунд у нас завершен. Екінші раундтың жарқын сәттері назарларыңызда. Иван Ермоленко уақытынан бұрын жеңіске жетуге сәл ғана жетпей қалды. Нақтырақ айтсақ, жетуіне уақыт жетпей қалды. Сонымен үшінші раундта бұл жекпе-жек жалпы 4 раундқа жоспарланған. Үшінші раунд. Функционалық тұрғыдан қазір Алибек Талибайдың шаршап қалғанын байқап отырмыз. Тамаша дегенмен сериялы соққыларын дартуға тырысып жатыр. Бүйірден жақсы бір соққы дартты. Аперкот мінекей. Қазір нағыз қайсарлық танытуда Алибек Талибай. Шаршаса да алға ұмтылып мінекей жеңіске деген жігер көрсетуде, бірақ функционалық дайындықтың аса маңызды екенін айта кетейік. Қанша мінез көрсеткенмен шаршап тұрсаң, жеңіске жетуім қиын болады. Өйткені қарсылас әлі тың мінекей. Құтты бір алғашқы раундтарда өнер көрсетіп жатқандай, қазір Иван Ермоленко қарсыласты жақындатпайды, өзіне мінекей сериал соққысы. Бүйірден тамаша, 2-1 соққысын дартты қазір.
Бұл жерде шүйдеден ұруға болмайды. Ауызша ескерту Ермоленкоға. Соққылары аса бір жойқын емес Ермоленкоң, дегенмен қарсыласы бір сондай бір ыңғайсыз күйге түсіретін соққылар. Джеппен қазір тоқтатып тастап жатыр. Қарсыласы Иван Ермоленко ішке, мінекей тамаша артқы қолының соққыларында іске қоса бастады. Ермоленко 1 минуттай уақыт қалды. Әлі тың аяқта жақсы қозғалуда. Тамаша өткізіп жіберді қазір. Әлібек Тәліпбайдың соққысын. Аперкот бұл жерде жақсы өтті. Әлібек Тәліпбай шаршаса да мінекей тек алға ұмтылуда. Әрине соққысыз жүруге болмайды, ұмтылуға болмайды. Тамаша оверханд соққысы. Мінекей бұл жерде тағы да бір нокдаун ашылуы әбден мүмкін еді. Джеппен тоқтатып отыр. Қазір Ермоленко қарсыласты. Алға қарай ұмтылған тұсында сериялы соққысы Ермоленконың. Соңғы секундтар. Мінекей алғашқы жекпе-жек раундқа дейін жеткен әзірше. Сонымен тамаша қазір Әлібектің соңғы секундтарда секіріп бар құлаштай ұрған соққысы қарсыласқа дөп тиді. Және бізде шешуші 4-ші раунд. Әзірше Иван Ермоленко алда. Дегенмен бұл аса ауыр салмақтағы жекпе-жек екенін айта кетейік. Бұл салмақта бір ғана соққы жекпе-жектің тағдырын шешуі әбден мүмкін. Second round, секундада ринг сыртына кезекте шешуші 4-ші раунд. Итак, заключительный, решающий 4-й раунд этого поединка. Иван Ермоленко, Алибек Талиббай. Пожалуй, первый сейчас у нас поединок на турнире, который пока всю дистанцию бой продолжается. 3 досрочных завершения на этом ивенте мы с вами увидели. Предыдущий бой между Эльбаруди Мухаммедом и Эсвараном вообще в первом раунде завершился, но очень конкурентный бой выдают. Алибек Талиббай, Иван Ермоленко. Они сегодня свои первые поединки в профессиональном боксе проводят. Ну, очень важно, конечно же, стартовать в профессиональной карьере вот с такой победой, которая в целом может повлиять на дальнейшее развитие. Хорошо, здесь как Ермоленко отрабатывает. Вот пристреливается левым, правым, боковыми ударами.
Останавливает здесь рефери поединок, делает вкусное замечание боксерам. Бой продолжается. Ну, совсем уже так потяжелели руки у Алибека. Очевидно, что очень сильно устал по ходу этого боя, но еще во втором раунде в самой концовке случился нокдаун. Хорошо отрабатывает Ермоленко, здорово. Такие тяжелые удары сейчас акцентированы в его исполнении. На этом у нас поединок завершается, и ждем мы вердикта судейской коллегии. Это будет решение судей. Я қадірмен көрермен, тамаша жекпе-жектің куәсі болдық. Алибек Талиббай керемет мінез көрсетті. Мінекей 4 раунд бойы қарсыластың қарқынына төтеп берді. Тіпті арасында өзі де жақсы соққыларын дарытты. Иван Ермоленко мінекей әлі де шаршамаған бір көрсетті бізге. Осылайша бұл жекпе-жек төрешілердің шешіміне дейін жетіп отыр. Ал енді төрешілердің шешімі қандай болатыны жалпы жанкерлерге белгілі секілді. Өте тартысты жекпе-жек, өте қызықты жекпе-жектердің бірі болды. Алибек Талиббайға аздаған функционалдық тұрғыдан дайындығын пысықтаса, жетілдірсе, жақсы бір өнер көрсетуге болатын секілді. Жаман емес, жақсы жекпе-жектің куәсі болдық. Айқын басымлықпен төрешілердің бір ауыз шешімімен жеңіске жеткен рингтен қызыл бұрыша Иван Ермоленко. Иван Ермоленко төрешілердің бір ауыздан шешіммен жеңіске жетіп отыр.